Достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге бүгін тағы да оратор болудың құпияларын бөліспекпін. Бұл жолы оратор болудың 3 құпиясын айтамын. Ол 3 құпияны айтпас бұрын мен сіздерге мифтар жайлы айтқым келеді. Оратор болу үшін туылу керек, оратор болу үшін сөйлеу керек, оратор болу үшін әке-шешең оратор болу керек, әке-шешең сенің сөздің маманы болу керек. Сен не болмаса әдебиетті 5-пен бітіру керексің, мектеп кезінде шығарманы күшті жазбап едің. Таныс жағдай ма? Тура осы нәрселер қазір сіздің курсқа жазылмауға не болмаса сахнаның алдына шығып сөйлеуге кедергі болып жатыр. Яғни мен бұрыннан сөйлеп туылмадым ғой. Менің әке-шешем жоқ қой, маған всегда әдебиет үйретіп отыратын. Мен мектеп кезінде бір кітапты оқымағанмын. Қалай менен сөз маманы шығады? Сіз ойлайсыз ба, оратор болып туылу керек деп? Или не болмаса бір адам бір маман болып туылды ма? Сіздің дәл жасап жатқан қазіргі жұмысыңыз дәрігерлікті, мүмкін сіз психологияның мамасы, мүмкін сіз деген шеберсіз, зергерсіз, да? Сіз сөйтіп туылдыңыз ба? Жоқ, әрине. Сіз оның бәрін келе-келе қалыптастырдыңыз. Дәл солай бірінші құпия. Оратор болып туылмайды, оратор болып қалыптасады. Жаңағы мифтардың барлығын алып тастаңыз. Сіз ешқандай да туылу керек емес. Сіз ешқандай да әдебиетті 5-ке оқып керек емес. Сізде ешқандай да шығармаңыз 2 алсаңыз да, өмірде сіз мықты оратор болып шығыңыз әсте мүмкін. Бір құпия айтайын ба? Менің өзім мектеп кезінде жазу шығармадан қашатынмын. Бірақ ол кедергі болып жатыр ма? Жоқ, әрине. Екінші құпия. Сіз оратор болғыңыз келсе, сөздің маманы болмай-ақ, өзіңізге керекті сөздерді біліп алсаңыз болды. Дәл сол сахнаға шығатын кезде сол саланы зерттеп алыңыз. Күлкілі ойларды, күлкілі анекдоттарды жинап алыңыз. Сізге керек емес ол туралы том-том кітап оқып, керек емес ол туралы сізге бүткіл жатып алып кино көріп. Тек сол саланың 1-2 отрывогын жаттап алыңыз. Мүмкін ойыңызға визуально елестетіп сол тақырыпты айтып шықсаңыз, сізделер мықты оратор деп қалуы мүмкін. Сізді білмейді, ол саланы зерттемегеніңізді, әдебиеттен екенін, шығармаңыз жоқ екенін білмейді. Екінші құпия осы. Сахнаның алдына шығатын кезде тақырыбыңыздың 1-2 абзацын жаттап алсаңыз болды. Бұны өмір қолданып жүрдің қажеті жоқ. Тек сахнаға шығар кезінде оратор болып кереге туылу болу керек, мен шыға алмаймын деген кезде осы нәрсе есіңізге түсу керек. Үшінші, оратор болғыңыз келсе, сыртқы киіміңізді жөндеңіз. Бұл құпияны мүмкін бәрі білетін шығар. Бірақ ешқандай лидер, ешқандай мысалға сіз үлгі тұтатын адамдар не болмаса жыртық киіммен, не болмаса кір-кір киіммен сахнаға шықпайды. Сахнаға шығатын адам тура өзінің айтқанына сай болу керек. Сіз егер байлық туралы айтып жатсыз ба, мысалға мен кейбір сетевой маркетингтарға таңғаламын. Сен айына $100,000 аласың, айына $2,000 аласың, бірақ үстіндегісі Waikiki-дің 2 теңгелік футболкасы да. Сен қалай бұл тақырыпты айтасың? Мен түсінемін, егер сен психологияны айтып жатсаң. Түсінемін, сен егер өкіметтің жұмысы болып жатсаң, жарайды ғой, үстіндегі жарасын екен дейсің, бірақ сен бизнесменді тыңдап отырсың ғой. Сен алдыңда бизнесменді айтасың ба? Хотя бы бір 15 теңгенің костюмін киіп шықсаң, саған сол жақсы емес па? Яғни үшінші құпия ол киім. Яғни сырт келбетіңіз айтқан салаңызға сай болу керек. Тойда сөйлеп жатсыз ба? Тойға барып шорты киіп бармайсыз ғой. Әдемі көйлегіңізді киіп барасыз, не болмаса өзіңіз жарасымды киіңізді киесіз. Дәл солай сырт келбетке мән беріңіз. Лидерлер, мықты мамандар, мықты салада сахнада жүргендердің барлығы үстіне бүткіл табысының 80%-ын құртатын шығар. Сол үшін киімге мән беріңіз. Бұл бастапқы 3 құпия. Бұл сіздің бастапқы сахнаға шығар алдыңызда білмей жатқан кездерде қолданатын 3 құпия. Бұны үнемі қолданып жүрдің қажеті жоқ. Өз салаңыздың маманы болған кезде бұның барлығын өз ыңғайыңызға келтіріп алуға болады. Сіздермен болған мен Арай Серікқызы. Сау болыңыздар.